Саламатсыздар ма? Бүгін біз жаңа жылдық видео монтаждайтын боламыз. Ол үшін Movie Studio деген бағдарламаны жүктеп аламыз. Ол Android'та да және Apple Store'да да бар. Мінекей жүктеп алдық. Кірген кезде осында терезе шығады, әртүрлі шаблондар бар. Егер осында реклама шықса, пропустить баса саламыз. Мінекей шетінде коронасы жоқ шаблон таңдаймыз. Яғни коронасы бар шаблондар ол ақылы. Коронасы жоқ шаблондар ол тегін. Мысалы, бір шаблонды ашып көрейік. Міне фестиваль деген жерде жаңа жылдық елка тұр екен. Мінекей аштық. Осылай әрқайсысын өзімізге ұнаған таңдап шықсақ болады. Ақылы болса ақылы деп шығады. Көбіне тегіндері осылай шығады. Мінекей мына бір үлгісі, басқа да үлгілерін көріп шығайық. Мінекей аяздан таңдайық. Фото делать деген батырманы таңдаймыз. Яғни осы шаблон таңдаймыз деген батырма. Және астындағы терезенің барлық фотоларын, жазуларын барын өзгертіп шығамыз. Мысалы, бірінші терезедегі жазуды өзгертіп шығайын. Осылайша басқа да терезелерді басып, өзіміздің галереямызға разрешение беріп, суреттерін, жазуларын барын өзгертіп шығамыз. Мінекей дайын болды. Соңында сақтау үшін жоғарыдағы экспорт деген батырманы басамыз. Және загрузканы күтеміз. Мінекей загрузка бітті. Сохранить в альбом, болмаса поделиться видеоны басу арқылы галереямызды сақтап аламыз. Енді қарап тұрсақ, мынау видеоның шетінде Movie Studio деген жазу тұр. Ол жазуды кетіру үшін CapCut бағдарламасына кіреміз. CapCut бағдарламасына кіру арқылы видеоның шетін кесіп тастаймыз, болмаса стикер, жазу қою өзіміздің еркімізде. Мінекей кірдік. Изменить батырмасын басу арқылы мен изменить батырмасын басып, кодирование таңдау арқылы осылай кесіп аламын. Және астында галочканы басып, жоғарыдағы скачать батырмасын басу арқылы сақтап аламын. Осылай стикерлер, болмаса жазуларды жазып қойып, жаңағы Movie Studio дегенді жасыруға болады. Мен мысалы былай қырғып қойдым. Енді жоғарыдағы скачать батырмасын басу арқылы бұл видеоны жүктеп аламын. Осылайша біздің жаңа жылдық видеомыз дайын болды. Назарларыңызға рахмет.